Мектеп кешіне зомбилер басып кірді және нағыз ойын-сауық ұйымдастырды. Бұл «Скауты против зомби» фильмі. Кеттік. Бұл оқиға Биотайн жұмбақ компаниясында басталады. Онда жалқау әрі жауапкершілігі төмен Рон есімді еден жуушы жұмыс жасайды. Бұл жігіт музыканы жақсы көреді және қолындағы швабрасымен билейді. Рон зертханалардың біріне тап болып, ол жерден көптеген сынақ жануарларын, алтағы өте оғаш тақырбас ер адамды байқайды. Оған көптеген құрал жабдықтар жалғанған. Абайсызда Рон бұл құрылғыларды өшіріп алады және ер адамды құтқару үшін оған жүрек массажын жасайды. Жігіт қатты тырысуда және тіпті оның аузына тик-такты тығады. Бұл іске асып, ер адам өзіне келеді. Бірақ алғыс айтудың орнына оғаш еркек Ронға атылады. Жігіт одан жалтарады да қашып кетуге тырысады. Бірақ тақырбас ер адам оны тістейді және бір рет қана емес. Рон бірден зомбиге айналып, зертхана қызметкерлерінің бірін тістейді. Біз басқа кейіпкерлермен танысамыз. Бұл үш сенімді достар Бен, Картер және Огги, алтағы Роджер есімді ересек ер адам. Олар скауттар отрядының мүшесі және үнемі оны басқа жігіттерге жарнамалайды. Дегенмен бұл ешкімге қызық емес. Бүгін Огги скауттардың ең жоғарғы марапаттауына ие болуы керек, кондор белгісіне. Рәсім кешкісін орман алқабында өтетін болады. Жігіттер скауттық ант беріп үйлеріне тарайды. Жолда Бен мен Картер скауттардың тобынан кеткілері келетіндер туралы әңгімелеседі, бірақ Оггиді ренжітіп алудан қорқады. Әңгіме барысында олар бұғыны қағып кетеді. Жігіттер көліктен түсіп, бұғыны енді құтқара алмайтындарын көреді. Оған қоса олардың көліктерінің дөңгелектері жарылған. Достар мәселені шешумен айналысып жатқанда, олардың қастарынан сары көлік өтіп бара жатады. Бұл Картердің Кэндалл есімді әпкесі. Ол өзінің достарымен жүр. Бен қызға ғашық көздерімен ұзақ қарайды. Өкінішке орай, Кэндалл оны тек дос ретінде қабылдайды. Бір таңқаларлығы, бұғы әлде бір сәтте жолдан ғайып болып кетеді. Мұнда ешқашан болмаған сияқты. Кэндаллдың құрбысы жігіттерді жоғарғы сынып оқушыларының құпия кешіне шақырады. Мұның қуанышты жаңалық болған соншалықты олар бұғы жайында бірден ұмытып кетеді. Алайда достардың көтеріңкі көңіл-күйлерін тентек көршілері лезде құртады. Ол оның аумағына қоқыс тастаған үшін Картерді бауыздап тастаймын деп қорқытады. Осы уақытта Роджер лагерге беттейді және жолдан Биотайн қызметкерінің өткізу картасын тауып алады. Ал бұдан кейін зомби бұғыны кездестіреді. Ер адам өзінің кішкентай пышағын алып, құбыжықтан сәтті құтылады. Скауттардың нағыз көшбасшысы екені көрініп тұр. Дегенмен артынша зертханадағы зомби пайда болады және одан Роджер енді құтыла алмайды. Бен мен Картердің сыра сатып алғылары келіп тұр. Олар әлі кәмелет жасына толмаған, сондықтан жергілікті маскүнемге ақшаны ұстатады да оларға көмектесіп жіберуін өтінеді. Дәл осы сәтте дүкеннің алдынан Дениз есімді сымбатты қыз пайда болады. Ол олардың мектептерінде оқыған, бірақ оқуын тастап, енді жергілікті би клубында жұмыс жасайды. Қыз өзінің заттарын құлатып алады және Бен оған оларды жинауға көмектеседі. Алғыс ретінде Дениз дүкенге оралады да жігіттерге сыра сатып әпереді. Бен мен Картер орманға келеді және ол жерден Оггиді байқайды. Олардың достары лагерді құрып жатыр екен. Достар Роджердің әлі де келмегеніне таң қалысуда. Ол аға скаут емес пе? Бірақ бәлкім бұл тексеру шығар. Жігіттер лагерді жайып, шатырларды тігіп, жол дорбаларынан заттарын шығарады да көңіл көтереді. Отын жарады, шұңқыр қазады және жалпы уақытты керемет өткізеді. Кеш батады. Скауттар от жағып, жарықтықтағы барлық нәрселер туралы әңгімелеседі. Содан кейін ұйықтауға жатады. Түнде Картер Бенді оятып, оны жоғарғы сынып оқушыларының кешіне шақырады. Ал онда көруге тұрарлықтай көп нәрсе бар. Әдемі қыздары, қызу ән, би және нағыз көңіл көтеру. Бен мен Картер ақырын өздерінің көліктеріне келе жатып, жерден Роджердің пышағын, алтағы әлдекімнің іздерін байқайды. Бірақ кеш маңыздырақ және достар көлікке отырады. Осы сәтте олар Оггиді көреді және жігіт бірден достарын сатқындықтары үшін айыптайды. Ренжіген Огги әрі қарай кетіп қалады. Ал Бен мен Картер қалаға жол тартады. Олар жұма күні кешкісін көшелердің таңқаларлықтай бос екеніне назар аударады. Достар би клубының алдына тұрақтайды. Бен оған қарама-қарсы беттегі дүкеннің әйнегі сынғанын көреді. Ал Картер клубтың алдында қарауылдардың жоқ екенін байқайды және жолдасына онда үңілуді ұсынады. Міне олар іште. Бір қызығы мұнда да ешкім жоқ. Барлық адамдар құдды бір жаққа ғайып болып кеткен сияқты. Осы сәтте қарауыл пайда болады. Ол да зомби. Достар құбыжықтардан қашып кетуге тырысады. Картерге биші зомби тап береді, бірақ жігітті шыны бөтелке құтқарып қалады. Бен дәретхананың кабиналарының біріне жасырынады. Алайда қарауылы зомби бүкіл есіктерді кезекпен ашуда. Скаутты мылтығы бар Дениз құтқарып қалады. Көшеде біздің кейіпкерлерімізге тағы да бір зомби жақындайды және Дениз бұл мәселені өзінің мылтығының көмегімен шешеді. Құбыжықтардың көбейгені соншалықты достар олардан тез арада қашуға мәжбүр. Олар
олардың көліктерінің жармағыр дөңгелегі шығып кетеді және Дениз зомбилерді жолатпай тұрғанда жігіттер қосалқы дөңгелекті жарық жылдамдығымен орнатады. Қуанышқа орай олар үлгереді. Осы уақытта Огги аға скаут Роджердің үйіне келеді. Жігіт бөлмелерді аралайды және оның тобының көшбасшысы қыздарға қатты қызыққанын байқайды. Ол жолдасына жазба қалдырады. Оның әжетханасын пайдаланып, бөлмелердің бірінен Роджердің өзін кездестіреді. Бірақ тек скаут көшбасшысы енді зомби. Огги одан мүсіншелермен жалтарады да қашып кетуге тырысады және тіпті баспалдақтан құлайды. Роджер оны жертөледе қуып жетеді. Дегенмен Огги зомбиді өртеп жібереді. Оны ұрып құлатады да орындыққа байлап қашып кетеді. Бен, Картер және Дениз полиция бөлімшесіне келеді. Онда қаланың эвакуацияланғаны туралы хабарландыру ілініп тұр. Олардың қастарынан зомбилер тобыры пайда болады және біздің кейіпкерлеріміз бөлімшеге тосқауыл жасайды. Алайда іштен оларды зомби полиция қарсы алады. Олар өрт сөндіргіш пен балтаның көмегімен құтқарылады. Осы уақытта көшедегі зомбилер әйнекті сындырады да тағы да біздің кейіпкерлеріміздің соңдарынан қуады. Олардың түрме камераларының біріне жабылып алуларына тура келеді. Бұл жерден зомбилер оларға қол жеткізе алмайды. Картер мен Бен Оггидің тағдырына алаңдауда, ал Дениз оның жігіттерге үнемі жол болмайтынын мойындайды. Ойламаған жерден зомбилер кетіп қалады. Шамасы оларға көшедегі қатты музыка ұнап қалған сияқты. Бұл жерден шығу қажет, бірақ камераның кілті қабырғада ілулі тұр. Бен швабра мен контрацепция құралынан қармақ жасап, достарын құтқаруға тырысады. Оның көмегімен кілтке қол жеткізуге болады. Бен мұны жасайын деп қалады, алайда осы сәтте бөлімшеге Огги кіріп келеді және аяғының епсіз қимылдарымен кілтті кәріз құбырына жөнелтеді. Бірақ ол нағыз скаут, сол себепті камераның құлпын пышақпен ашады. Достар көшеге жүгіреді, қақпаны жабады да қаладан жаяу кетеді. Жолда олар маскүнем зомбиді жолықтырады. Огги оны қорқытуға тырысады және оның футболкасынан Бритни Спирстің суретін байқайды. Сөйтсе бұл еркек оның жанкүйері болыпты. Скауттар оған Бритнидің өлеңдерінің бірін шырқап береді және зомби оларға қуана билейді. Ойын-сауықты бір дәл тиген оқ тоқтатады. Бұл капрал Ривз. Ол достарды өзінің жол талғамайтын әскери көлігіне мінгізіп, аман қалғандарды іздеуге шығады. Біздің кейіпкерлеріміз оған қалада жоғары сынып оқушыларының құпия кеші өтетінін хабарлайды. Дегенмен құтқарушылар көрсетілген мекенжай бойынша келгенде қоқыс өндіретін зауытқа тап болады. Шамасы Кэндалдың достары оларды алдап кеткен сияқты. Біздің кейіпкерлер бірден жанжалдаса бастайды және бір-біріне деген барша өкпелерін еске алады. Іс төбелеске дейін жетеді. Осы сәтте капрал Ривз зомбиге айналып Денизге шабуылдайды. Әлдекім оны тістеп үлгерген сыңайлы. Скауттар оны бір жайлы етеді және рациядан 2 сағаттан соң қаланы бомбалау басталатынын естиді. Картер олардың қалаға оралып, оның әпкесінің күнделігін табулары қажет екенін айтады. Өйткені кештің мекенжайы сол жерде жазылған болуы тиіс. Достар Картердің үйіне барады. Кэндалдың бөлмесіне кіреді де іздеуге кіріседі. Осы уақытта әлгі мисс Филдер есімді зомби көршілері оларға қонаққа келеді. Күдікті шуды естігесін Картер мен Огги төменге түседі және көрші зомби бірден оларға бас салады. Осы уақытта Бен Денизге Кэндалға ғашық екенін мойындайды және сонда қыз оның еріннен сүюіне кеңес береді. Ол жігітке мұны қалай дұрыс жасау керектігін көрсетеді. Бірінші қабаттағы қатты шу көптеген зомбилерді шақырады. Олар үйге басып кіріп, біздің кейіпкерлерімізге шабуыл жасайды. Құтқарылу үшін скауттар мен Дениз батут арқылы биік дуалдан секіріп өтулері қажет. Бірінші болып мұны Картер жасайды, сосын Дениз және олардың соңдарынан Огги. Беннің кезегі келеді. Ол Кэндалдың күнделігін тауып үлгереді. Алайда бұл уақытта батутта көптеген зомбилер пайда болады. Дениз құбыжықтардың назарын аударады, ал Бен осы сәтте батутқа құлайды. Ол құтқарылды. Біздің кейіпкерлеріміз мисс Филдердің үйіне жасырынады. Онда оларды мысық зомбилер тобыры қарсы алады. Мәселені сковородка шешеді. Бірақ зомби мысықтар тым көп және достардың қашып құтылуларына тура келеді. Жолда олар аға скаут Роджерді кездестіреді және Бен ашулана газ педалін басады. Қаладан шыққасын біздің кейіпкерлер бөлінеді. Дениз көмек сұрау үшін мотоциклмен әскерилерге жол тартады, ал скауттар барлығын құтқару үшін кешке беттейді. Жолда олар құрылыс гипермаркетіне соғып кетеді және сол жерден қаруланады. Жігіттердің әрқайсысы өздеріне ең мықты қаруды таңдайды және нағыз жауынгерлерге айналады. Бірақ жоғары сынып оқушыларының кешінде бір нәрсе болып жатыр. Жұптар әлде бір жертөледе оңашалануды шешеді, бірақ ойын-сауықтың ең қызу сәтінде оларға зомби қосылады да қатысушылардың бірінің орнын алады. Бұл уақытта Кэндал оның інісі қай жақта екенін түсінбейді және скауттарға дұрыс емес мекенжайды бергені үшін өзінің жігітімен ұрсысып қалады. Кеште зомби пайда болып, нағыз хаос басталады. Кэндал шығу есігіне жүгіреді, есікті ашады, бірақ ол жерден қаладан келген бұдан да көп зомбиді көреді. Кеште толықтай ессіздік орын алады. Осы сәтте басқа есіктен 3 скаут достар пайда
болады және олар аш зомбилерді қыра бастайды. Міне, нағыз батырлар деп осыны айт. Бен зомбиге айналып кеткен Кэндаллдың жігітімен жекпе-жекке түседі және өзінің сүйіктісін құтқарады. Скауттарда оқ-дәрі қоры таусылғанда, олар жоғары сынып оқушыларын ғимараттан шығарады, ал өздері зомбилердің назарын өздеріне аударады. Спорт залына жеткесін, олар бұл жерден шығудың басқа жолы жоқ екенін түсінеді. Огги қолдан жасалынған бомбаның көмегімен үлкен жарылыс жасауды ұсынады, бірақ сонда жігіттердің өздерін құрбан етулеріне тура келеді. Кенет қоқыс жәшігінен Дениз пайда болып, скауттарға шығуды көрсетеді. Огги өзінің бомбасын іске қосып үлгереді. Төменге құбыр арқылы түскесін, жігіттер қарсы алдыларынан зомби Роджерді кездестіреді. Дегенмен оларда енді қару жоқ. Олар зомбиден қалай құтылуға болатынын қарастырып жатқанда, оның аяғына граната құлап түседі. Көмекке әскерилер келіпті. Қаладағы барша аман қалғандар әскери базаға келеді. Бен Кэндаллды сүйеді. Бұл сәттілік. Достары, арнаға жазылмаған болсаңыздар, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барары үлкен қадам. Сондай-ақ лайк басып, фильм туралы өз ойларыңызбен пікірге бөлісіңіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.